Армысыздар, құрметті көрермендер. Біз бүгін жөтелді қалай үй жағдайында үйдегі бар продуктамен қалай емдеуге болатыны жөнінде айтпақпыз. Ол үшін бізге керек ыстық бір шыны сүт және қойдың майы керек. Яғни біз ертілген қойдың майын алып, ыстық майды алып, мына сүтке қосамыз. Ыстық сүтке қосып, оны әбден араластырып, осылай ыстық күйінше бұл сүтті біз ішуіміз керек. Яғни осы сүт және мына қойдың майы, яғни бұл тамақтағы қақырықты түсіріп, жөтелді жіпсітіп, яғни жөтелдің тез оңай кетуіне көмектеседі. Қойдың майы ешқандай да аллергиялық реакция бермейді адамға. Егер де балада болмаса, өзіңізде сүтке деген аллергиялық реакция болмаса, осыны күнделікті 3 рет 4 рет күніне жасасаңыз болады. Егер де сүтке қандай да бір аллергиялық сізде реакция болатын болса, онда сізге сүт емес, кәдімгі чай қасыққа құры осылай сүт қоспай-ақ құр қойдың майын ысытып, ерітіп, соны ішсеңіз жеткілікті. Қойдың майын қайдан алатын болса десеңіздер, қойдың майы деген кез келген базарда ет сататын бөлімде сатады. Оны алып, турап, арнайы бір банкіге турап саласызда, яғни ыстық суда қайнатасыз. Банкінің ішінде қойдың майы өзі жаңағындай еріп, табаға шыжғырмай-ақ солай егерде қайнатып дайындайтын болсаңыз, ол өте жақсы болады, және оның иісі көп адамға иіс ұнай бермейді. Осы жағымсыз иіс үйді алмайды. Өте таза, жақсы дайындалады. Солай дайындасаңыздар, солай дайындап қойсаңыздар, күнделікті бір ас қасығын ертіп ішіп отырсаңыздар, жөтелді тез оңай жеңесіздер. Ал мынандай рецепті күнде таңертең аш қарынға, түсте, кешке 3 мезгіл ішетін болсаңыздар, жөтелдеріңіз тез оңай жазылатын болады. Бұны жасағаннан кейін кеудеңізді, арқаңызды, яғни мына 5 саусағыңызбен осылай дренажды массаж түрінде ұрып жасайтын болсаңыз, яғни ол өкпеде тұрған қақырықты жіпсітіп түсуін жеңілдетеді. Барлықтарыңызға ем болсын, жөтелді осылай тез оңай үй жағдайында емдейік. Менің ақпараттарым сізге ұнаған болса, арнама жазылып, мені қолдап кетіңіздер.